Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үгілмелі қамырдан шие қосып жасалынатын өте ерекше пирогтың рецептісін ұсынғым келіп отыр. Видеоны өткізбей, асықпай, толықтай міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 280 грамм ұнды міндетті түрде ситадан өткізіп салып, 1 шай қасық разрыхитель, шым тұзды қосып, кішкене араластырып жібереміз де, үстінен 100 грамм сары май қажет болады. Осылай ұнға ауната отырып, үккіштен өткізіп аламыз. Екі қолдың көмегімен дәл видеодағыдай бір-біріне осылай үгіте бастайды. Үстінен 100 грамм қант, бір жұмыртқамызды салып, барлығын араластырамыз. Қамыр қылып илеп жібермейміз. Бізде осындай видеодағыдай ұсақтар шығуы керек. Кез келген форманы алып, менде форманың диаметрі 24 см, 4-тен 1 бөлігін салып, осы біздің формамызға қамырымызды барлығын жапсытырып, әдемілеп шығамыз. Енді біз салмамызды дайындап алатын боламыз. Ол үшін ыдысқа 300 грамм шиені саламыз. Менде замороженный шие, оның үстінен 80 грамм қантымызды, 2 ас қасық кукуруз крахмалын салып, барлығын жақсылап араластырып, формамыздың үстінен саламыз. Барлығын салып, біркелкі қылып жайып шығамыз. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, және де WhatsApp желісінде өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіп қойларыңызды сұраймын. Қалған бөлігінің барлығын бетіне тегістеп осылайша қойып шығамыз. Қызып тұрған пешке 200 градуста 40 минут шамасында пісіріп аламыз. Пирогымыз піскеннен кейін міндетті түрде бөлме температурасында суытып, содан кейін ғана барып формасынан шешіп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік, әдемі шығады, дәмі де өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көрулеріңізді сұраймын. Сіздермен болған арайлым.